гальваникалық элементтер, электрохимиялық потенциалдар, аккумуляторда жүретін процесстер. Енді электрохимиялық потенциалдарды қарастырмас бұрын біз мына нәрсені білуіміз керек. Бізде мұнда пластинка дегеніміз не? Пластинка дегеніміз ол кәдімгі металдың кесегі. Сіздер мысалы алтынның кесегін көрген шығарсыздар, слиток дейді ғой, золотой слиток. Сол сияқты кесек, металдың кесегі немесе металдың тақташасы деп те айтуға болады, немесе металдың пластинкасы деп те атайды. Енді осы бізде металл не істейді? Бір-бірімен металдық байланыспен байланысады. Металдық байланыс бізде металл катиондарымен, міне мынау бізде металдық байланыс, металл катиондарымен бос қозғалыста жүретін бізде электрондардан тұрады. Енді осы біз металл пластинкасын алып суға батыратын болсақ, мына оң зарядталған катиондар, металл катиондары бізде суға қарай тартылып, бізде гидратталған күйде сұйық фазадағы металдар алынады. Неге? Себебі бізде судың молекуласы полярлы, полюсті. Ол дегеніміз не деген сөз? Мысалы H2O ол дегеніміз әртүрлі екі зарядталған деген сөз. Мысалы H-міз бізде дельта плюс, ал оттегіміз дельта минус. Яғни біреуі оң, біреуі теріс зарядталған. Осы металдың пластинкасын алып суға батырған кезде біздегі мына теріс зарядқа мына металл катиондары екеуі бір-біріне тартылады екенде бізде сұйық металл пайда болады екен. Яғни сұйық күйдегі металл пайда болады екен. Енді біз осы мына жерге қарасаңыздар, мынау бізде стаканның ішінде мырыш сульфатының ертіндісі бар, цинкум SO4. Осы мырыш сульфатының ертіндісіне әкеліп, мырыш пластинкасын салған кезде бізде мына мырыш пластинкасындағы мына металл катиондары не істейді екен? Мына ертіндіге ыдырап шыға бастайды екен. Су бізде жаңағы айтқандай полюсті болғандықтан, мына пластинкадағы оң зарядталған иондар бізде осы не істейді екен? Ертіндіге шығып, бізде мына мырыш пластинкасы не істейді екен? Ери бастайды екен. Ал осының әсерінен бізде қарасып тұрсаңыздар, не істеді? Мырыштың катиондары ертіндіге өтіп кетті де, мына пластинкада бізде электрондар артық мөлшерде қалып қалды. Осы электрондарға мына мырыш сульфатының ертіндісіндегі мырыштың 2+ иондары осы пластинкада қалған теріс электрондарға тартылады екенде, бізде қос электрлік қабат пайда болады екен. Яғни ертіндідегі катиондар мен пластинкадағы электрондардың, міне ертіндідегі катиондар мен пластинкадағы электрондардың электростатикалық тартылуы нәтижесінде фазалардың мына бөліну бетінде бізде қос электрлік қабат пайда болады екен. Міне бір электрлік и міне бір электрлік қабат, яғни осындай қос электрлік қабат пайда болады екен. Ол бізде металл иондарының әрі қарай ертіндіге өтуін тежейді екен. Енді осы белгілі бір уақытта пластинкадағы металл мен ертінді арасында тепе-теңдік орнайды екен. Осы кезде, міне көріп тұрсыздар ғой, белгілі бір уақыт аралығында тепе-теңдік орнайды екенде, оның теңдеуін былай жазсақ болады екен. Металл, мына жердегі N дегеніміз бізде бөлінетін электрондардың саны. Мысалы, мына мырыш пластинкасының теңдеуін былай жалпы түрде жазатын болсақ, цинкум 0, қайтынды процесс, бізде металл N деген бөлінетін электрондар саны. Бізде қанша электрондар бөлінді? 2 электрон, 2 электрон, 2+ бізде
мынау n-іміз тағы қаншаға тең? 2-ге тең. 2 электрон екен, иә? Ой, мына жерде 2 плюс ионы. Металл ионымен бізде қанша? 2 электрондар бөлініп шыққан екен. Енді мырыш пластинкасын суға батырғанда екі қарама қарсы процесс жүреді. Бірінші процесс мырыш не істейді? Электронын беріп жібереді де, мына жердегі мырыш пластинкасы электронын беріп жібереді де, цинкум 2 плюс катионына айналады, иә? Енді мына жердегі цинкум 2 плюс катионы, керісінше мына электрондарға тартылады екенде, мына жерде керісінше 2 электрон қосып алады екенде, бізде не түзіледі? Цинкум 0. Яғни бос электрондарды қосып алу арқылы металл атомына, мына 2 бос электронды қосып алу арқылы металл атомына қайтадан айналады екен. Енді металл мен ерітінді арасында қос электрлік қабатта пайда болатын осы потенциалдар айырымы бізде электродтық потенциал деп аталады екен. Электродтық потенциалдың өлшем бірлігі вольт. Электродтық потенциалды біз Е үлкен Е әріпімен белгілейді екенбіз, оның өлшем бірлігі вольт болады екен. Енді тепе-теңдік кезінде әрбір металл белгілі бір потенциалға ие болады. Жеке электродтық потенциалды тікелей өлшеу бізде мүмкін емес. Сондықтан оған біз стандартты сутекпен өлшейміз. Бұл сутекпен өлшеу үшін бізге не керек? Сутек пластинкасы керек, иә? Бірақ бізде сутек қандай зат? Сутек газ болғандықтан біз сутек пластинкасын қалай аламыз? Ол үшін белгілі бір қышқылдың ерітіндісіне, біздің жағдайымызда ашық хлорға не істейміз? Мына платина тақташасын, яғни платина пластинкасын осы қышқылға батырады екен бізде. Мына жерден H2 сутегі газын жібереді екенбіз. Сонда мына платинаның бетінде сутегі атомы абсорбцияланады да, бізде сутегі атомы пайда болады. Сутегі газы платинаның бетінде абсорбцияланып, бізде сутегі атомы пайда болады екен. Яғни бұл теңдеуді біз былай жазады екенбіз. H2 газы бізде пластинканың бетінде абсорбцияланады екенде, мына сутегі атомына айналады екен. Бұл электродты былай белгілейді екенбіз. Платина H2 бөлінген H плюс сутегі атомы. Тақташа бетінде түзілетін атомдық сутек ерітіндідегі сутек иондары және платина арасындағы динамикалық тепе-теңдік орнайды екен. Бұл динамикалық тепе-теңдікті біз былай жазамыз. H тең H плюс электрон, иә? Бұл теңдеуді жинайтын болсақ, бұның жиынтық теңдеуі мынау шығады екен, иә? Яғни H2 тең болады бізде 2H плюс 2 электрон. Яғни мына қышқылдың H плюс катионы мен мына платинаның бетінде түзілген сутегі атомы және платина арасында бізде белгілі бір динамикалық тепе-теңдік пайда болады екен, иә? Оны біз былай көрсетеді екенбіз. Бізде бұл сутекті электродтық потенциал 0-ге тең деп қабылданады. Енді егер қандай да бір металды концентрациясы 1 моль литр сол металдың тұзының ерітіндісіне батырып, стандартты сутектік электродпен қосса, бізде гальваникалық элемент түзіледі екен. Яғни бізде концентрация міндетті түрде 1 моль литр болуы керек. Егер концентрация мысалы 0,001 моль литр болатын болса, онда бізде не істейді келмей қалады, иә? Ол үшін біз басқандай бір формуламен есептеу керек болатын боламыз. Алдыда қазір есептер шығарғанда оны түсінетін боласыздар. Яғни бір металды сол металдың тұзының ерітіндісіне батырып, мысалы жаңа біз металл пластинкасын біз не істедік? Цинкум СО4
тұзның ерітіндісіне батырдық, иә. Осыды батырып, стандартты сутектік, мына сутектік электродпен қосқан кезде бізде гальваникалық элемент түзіледі екен. Енді 25 градус температурада өлшенген электр қозғаушы күші металдың электродтық потенциалын сипаттайды екен. Электродтық потенциал бізде E0 деп белгіленеді. Яғни қалыпты жағдайда электр қозғаушы күші металдың электродтық потенциалын сипаттайды екен. Енді біз сутекке қатысты тотықсыздандырғыштардың электродтық потенциалы теріс мәнге, ал тотықтырғыштардың электродтық потенциалы оң мәнге ие болады. Енді қарап тұрсаңыздар, сутегін мына жерде 0 деп алатын болсақ, мына сол жақтағы металдардың бізде потенциал мәні теріс мәнге ие, ал оң жағымыздағы металдардың потенциал мәні бізде оң мәнге ие болады екен. Яғни міне литийдікі мысалы -3,2 деген сияқты, яғни сол жақтағы металдардың мәні теріс мәнге, ал оң жақтағы металдардың мәні оң мәнге, потенциалы оң мәнге ие болады екен. Міне осы металдарды белгілі бір ретпен орналастырса, бізде Бекетов қатары, яғни Бекетов ұсынған металдардың электрохимиялық кернеу қатары алынады екен. Енді бұл Бекетовтың электрохимиялық кернеу қатары бойынша металдың химиялық белсенділігі солдан оңға қарай кемісе, ал потенциалы керісінше солдан оңға қарай артады екен. Осы кернеу қатарын негізге ала отырып, металдардың химиялық белсенділігі туралы маңызды мынандай тұжырымдар жасауға болады. Бірінші, стандартты электродтық потенциалдың үлкен мәніне ие әрбір металл тотықсыздандырғыш қасиеті әлсіздеу басқа металдарды тұздарының ерітіндісінен ығыстырып шығарады. Яғни бұл жерде стандарттық электродтық потенциалы үлкен мәнге дегеніміз қандай металдар? Мына потенциалы оң мәнге ие металдар, үлкен мәніне ие. Бұлардан мына теріс мәнді потенциалы теріс мәнге ие металдар, бұл оң мәнге ие металдардан қарағанда тотықсыздандырғыш қасиеті әлсіздеу болады екен. Сондықтан мысалы мыс мына жердегі мырышты тұзынан ығыстырып шығарып жібереді екен. Себебі оның тотықсыздандырғыш қасиеті жоғарырақ болғандықтан мырышты не істейді? Өзінің тұзынан ығыстырып шығарып жібереді екен. Енді екінші тұжырым, стандартты электродтық потенциалы 0-ден төмен, яғни стандартты сутекті электродтың потенциалынан төмен металдар сутекті қышқылдан ығыстыруға қабілетті. Яғни белгілі бір қышқылдан, мысалы H-хлор дейтін болсақ, бізде мына 0-ден төмен дегеніміз қайсы? Сол жақтағы элементтер, мысалы цинк плюс H-хлор дейтін болсақ, бұл жердегі қышқылдан бұл металдар не істейді? Сутекті ығыстырып шығарып жіберуге қабілетті болады, теріс мәнге ие, потенциал теріс мәнге ие металдар. Ал енді үшінші тұжырым, стандартты электродтық потенциал ең төмен мәндеріне ие металдар күшті тотықсыздандырғыш болады. Ол литийден натрийге дейін күшті тотықсыздандырғыш болады екен. Сулы ерітінділерде сумен өздері әрекеттеседі екен. Яғни сулы ерітінділерде сутегіні ығыстырып шығармайды, керісінше өздері сумен әрекеттеседі екен. Енді біз гальваникалық элемент дегеніміз не екенін қарастырайық. Ең бірінші, химиялық энергияны электр энергиясына айналдыру үдерістерін біз электрохимиялық үдерістер деп атайды екенбіз. Электрохимиялық үдерістер екі негізгі топқа бөлінеді. Бірінші, химиялық энергияны электр энергиясына айналдыру үдерісі. Ол гальваникалық элементтерде жүреді екен. Яғни химиялық энергияны электр энергиясына айналдырады екен. Екінші тобы электр энергиясын керісінше химиялық энергияға айналдыру үдерісі, ол электролиз үдерісінде жүреді екен. Енді гальваникалық элемент дегеніміз не? Екі электродтан тұратын тұйықталған электрохимиялық жүйе
біз гальваникалық элемент деп атайды екенбіз. Енді мысал ретінде ең қарапайым гальваникалық элемент Даниэль Якоби элементін, гальвани элементін алатын болсақ, бұл гальвани элементі неден тұрады, я? Мырыш металл тұзы ертіндісі, яғни мырыш ертіндісі не батырылған мырыш пластинкасынан және мыс сульфаты ертіндісіне батырылған мыс пластинкасынан тұрады екен. Мына жерде бізде мына натрий 2SO4-міз тұзды көпір деп аталады екен. Бұл тұзды көпір арқылы мына екі ертіндіден иондар қозғалады екен. Иондар алмасады екен. Ал бізде электрондар, мына металл өткізгіш арқылы бізде электрондар қозғалады екен. Енді қараймыз, мыс электродына қарағанда мырыш электроды потенциалының теріс мәні көбірек. Жаңа біз Бекетов қатарына қарағанда мыс потенциалының мәні оң мәнге, ал мырыш потенциалының мәні теріс мәнге ие болады. Мырыш потенциалының мәні теріс мәнге ие болғандықтан бізде мырышты мыспен металл өткізгіш арқылы қосқан кезде электрондар мырыштан мысқа қарай қозғалады екен. Мына мырыштың электрондары бізде не істейді екен? Мына мысқа қарай қозғалады екен. Осылайша сыртқы тізбектің тұйықталуы кезінде мырыш электродында мырыштың өздігінен еру процесі жүреді. Яғни мына электрод не істейді екен? Ери бастайды екен өздігінен. Ери бастайды екен. Неге? Себебі бұның электрондары мына мысқа қарай ығыса бастайды екен. Өздігінен мырыш ери бастайды екен және мыс электродында не істейді? Мыс бөліне бастайды екен. Бұл процестер электродтардың потенциалы теңескенше, немесе мырыш толығымен ерігенше, немесе мыс электродының бетін барлық мыс түгелімен қаптағанша жалғаса береді екен. Енді бұл гальваникалық элементтің сызбасы былай. Цинк пластинкасын не істейміз? Цинкум SO4 цинк сульфаты ертіндісіне батырып, одан кейін мына мыс сульфаты мен мыс пластинкасын ертіндісіне батырған екеуінің ортасында мынандай екі сызық қояды екенбіз. Цинк пен цинк SO4-тің арасында бір сызық, купрум SO4 пен купрум арасында бір сызық, ал осы екі электродтардың ортасына біз не қояды екенбіз? Екі сызық қояды екенбіз. Мынау бізде цинк SO4, мынау бізде жартылай электрод деп аталады, мынау бізде мыс жартылай электроды деп аталады. Осы екі жартылай электродты қосқан кезде бізде гальваникалық элемент пайда болады. Міне осы сызба нұсқаны біз былай келтіреміз. Немесе мынаны біз не істесек болады екен? Мынандай ион түрінде жасақта болады екен. Цинк бір сызық, тік сызық цинк 2+, қос тік сызық купрум 2+ және тік сызық купрум деп осылай жасақ болады екен. Мынаның сызба нұсқасын, гальваникалық элементтің. Енді осы Даниэль Якоби элементінің жұмысы кезінде келесі процестер жүзеге асады екен. Яғни бірінші процесс мырыштың тотығу процесі. Және не дедік? Мырыш пластинкасы өзі электрондарын беріп жібереді екенде, бізде екен тотығу процесі орын алады екен. Электрохимияда тотығу процестері бізде анодтық процестер деп аталады. Яғни көріп тұрсыздар ғой, бізде электрон беріп жіберсе, бұл анодтық процесс болады екен. Ал осы тотығу процесі жүретін электрод бізде анод деп аталады екен. Яғни мынау минус, мынау анод деп аталады екен. Мына электродымыз, жартылай электродымыз бізде анод деп аталады екен. Ал мына жартылай электродымыз керісінше кім? Катод деп аталады екен. Мыс иондарының тотықсыздану процесі жүреді екен. Мына жартылай электродта бізде мыс иондарының тотықсыздану процесі. Яғни ол не істейді? Мыс 2+ ионынан тағы да электрондар қосып алады да, мырыштың электрондарын бізде не істейді? Купрум
мыс пластинкасы түзіле береді екен, мыс түзіле береді екен. Енді электрохимияда тотықсыздану процестері бізде катодтық процестер деп аталады, ал тотықсыздану процесі жүретін мына электрод бізде катод деп аталады екен. Жаттап аламыз. Тотығу анод, тотықсыздану катод. Яғни электрон қосып алса бізде катод, тотықсыздану, ал электрон беріп жіберсе анод, тотығу процесі болады екен. Енді сыртқы тізбек арқылы электрондар қозғалады дейді. Сыртқы тізбек дегеніміз міне мынау. Осы арқылы бізде не істейді екен? Электрондар қозғалады екен. Ерітіндідегі иондардың қозғалысы аниондар анодқа, мына жерде SO4 аниондар анодқа, ал катиондар не істейді екен? Катодқа қарай тартылады екен. Ерітіндідегі иондардың қозғалысы гальваникалық элементтің электрохимиялық тізбегін құрайды екен, тұйықтайды екен, яғни мынау не деген сөз? Тұйық жүйе деген сөз, яғни тізбекті тұйықтайды екен. Электродтардағы реакциялардың жалпы жиынтық теңдеуін, мына реакциялардың жалпы жиынтық теңдеуін біз былай жазсақ болады, цинк, бұл жай зат күйіндегі цинк 0, жаңағы пластинка күйіндегі, цинк 0 плюс купрум 2 плюс катионы бізде түзіледі. Цинкум 2 плюс катионы және не түзіледі екен? Мыс пластинкасы, жай күйіндегі мыс түзіледі екен. Бұл бізде жиынтық теңдеуі. Енді келесі, электрохимиялық жүйеде пайда болатын электрлік тоқ жүйенің электр қозғаушы күші арқылы сипатталады. Яғни электрохимиялық жүйеде пайда болатын электрлік тоқ бізде не істейді? Жүйенің электр қозғаушы күші арқылы сипатталады екен. Ол катод пен анод электродтық потенциалдарының айырымына тең. Міне бізде электр қозғаушы күш, катод пен К дегеніміз катод және анодтың электродтық потенциалдарының айырымына тең екен. Яғни не істейміз? Электр қозғаушы күшті анықтау үшін біз катодтың мәнінен анодты азайтып тастайды екенбіз. Қазір алдыда есептер шығарғанда түсінікті болады. Электродтың табиғаты мен электролиттің концентрациясына байланысты гальваникалық элемент бізде екі типке бөлінеді екен. Химиялық және концентрациялық деп. Химиялық дегеніміз жаңағы біздің Даниэль Якоби элементі мысал бола алады екен химиялық элементке. Химиялық гальваникалық элементке. Яғни химиялық гальваникалық элемент дегеніміз электродтар мен электролиттер әртүрлі болатын элементтер. Мысалы, жаңағы Даниэль Якоби элементі, яғни электрод дегеніміз қайсысы? Бізде электрод міне цинк, яғни электродымыз цинк пен мыс қандай екен? Әртүрлі екен, және электролитімізде цинк месотур пен купр месотур екеуі де әртүрлі болғандықтан ол бізде химиялық гальваникалық элемент деп аталады екен. Ал концентрациялық гальваникалық элементте бірдей электролиттерден тұратын, бірақ электролиттің концентрациясы әртүрлі болатын элементтер концентрациялық гальваникалық элементтер деп аталады екен. Яғни электродтары бірдей, бірақ не істейді? Концентрациясы әртүрлі мәнге ие болады екен. Мысалы, күміс нитратының әртүрлі концентрациялы ерітіндісіне батырылған күміс электроды. Бізде қарап тұрсаңыз, электрод та электролит те бірдей. Екеуде күміс және күмістің несі тұзының ерітіндісі. Бізде қайсысы әртүрлі? Бізде концентрациялары әртүрлі. Мына күміс нитратының концентрациялары әртүрлі болса, ол концентрациялық болады екен. Мысалы, бірінші жағдайда күміс нитратының концентрациясы 0,1 моль дециметр куб болса, екіншіде 0,1 моль дециметр куб екен. Яғни концентрацияларында айырмашылық бар. Әртүрлі, бұл бізде концентрациялық гальваникалық элемент деп аталады екен. Енді мысалы есептерді қарастырып көрейік. Тоқ түзуші реакцияның теңдеуі бойынша гальваникалық элементтің сызба нұсқасын құрастырыңдар. Никель плюс купрум месотур тең болады никель SO4 плюс купрум. Мына жерде никель жай күйде, мыс жай күйде тұр. Анодтық және катодтық процестердің теңдеулерін жазыңдар. Стандартты
электр қозғаушы күшті есептеңдер дейді. Бізде не берілген? Электродтық потенциалдардың мәні берілген. Мынау бізде никельдің мәні, ал мынау бізде мыстың потенциалының мәні екен, иә. Енді біз не істеуіміз керек? Осы жерде гальваникалық элементтің сызба нұсқасын құрастыруымыз керек екен, иә. Так, ол үшін біз не және анодтық және катодтық процестердің теңдеулерін жазып алайық, иә. Бізде анодта не бөлінеді? Анодта бізде никель болады екен. Никель бізде қарайсаңыздар никель 0-ден не істейді? 2 электрон беріп жібереді екен деп бізде айналады екен никель 2+ ионына. Катодта бізде мыс, міне никель 0-ден айналып тұр никель 2+ ионына, иә. Енді мыс, керісінше 2+ ионынан, мыс 2+ ионынан 2 электрон қосып алған екен де, бұл не істеген екен? Мыс нулевойға айналған екен, иә. Яғни никель бізде анодтық процесс, анодта, себебі ол электрон беріп тұр, иә. Бұл жерде процесс бізде қандай? Тотығу. Мына жерде тотықсыздану, иә, мыс. Ал өзі катодта бөлініп тұр екен. Катодтық процесс болып тұр екен, иә, себебі электрон қосып алып тұр. Енді біз анодтық және катодтық процестің теңдеулерін жаздық. Енді не істейміз? Сызба нұсқасын құрастырайық, иә. Так, С-ны деп белгілей салайын. Сызба нұсқасы бізде қалай болады? Никель бізде анодта, иә. Анодтың белгісін жазамыз. Анод, никель 0-ден тік сызық қоямыз. Қайсыған өзгеріп тұр? Никель SO4-ке өзгеріп тұр, иә. Одан бізде бөлеміз. 2 электродты біз мынандай 2 сызықшамен, тік сызықпен бөледі екенбіз, иә. Тік сызықпен бөлінген. Бізде одан кейін не тұр? Купрум SO4. Тік сызық бізде қандай? Купрум 0, иә. Яғни бұл қандай процесс? Катодтық процесс. Міне сызба нұсқасын біз қайтесекенбіз? Осылай жазады екенбіз. Анодтық процесте бізде никель мен никель SO4, катодтық процесте купрум SO4 пен купрум, иә. Бізде міндетті түрде мынандай тұйық не болу керек? Тұйық сызба нұсқа болу керек, иә. 0-ден басталып, 0-ден аяқталып тұр. Енді біз не істейміз? Стандартты сызба нұсқаны құрастырдық, анодтық процесс, катодтық процесс теңдеулерін жаздық. Енді стандартты электр қозғаушы күшті есептеуіміз керек. Қайтып есептейміз? Стандартты электр қозғаушы күш бізде Е тең болады жаңағы катодтың потенциалынан азайтамыз, анодтың потенциалы деген осы формулаға әкеп қоямыз, иә. Катодтың потенциал мәні бізде қаншаға тең? Е тең болады. Катодымыз кім біздің? Катодымыз мыс, иә. Осының мәнінен, яғни плюс 0,337-нің мәнінен азайтамыз мына никельдің анодтың мәнін, иә. Минус 0,250 ватт азайтатын болсақ, тең болады. Бізде мына жердегі 2 минус не істейді? Мына жердегі 2 минус бізде плюс болып кетеді, иә. Сонда 0,337 плюс 0,250. 0,337-ге 0,250-ді қосатын болсақ, бізде 0,587 ватт энергия бөлінеді екен. Яғни стандартты электр қозғаушы күш бізде 0,587 ваттқа тең болады екен. Міне осылай есепті не істейміз? Гальваникалық элементке байланысты есептерді осылай шығарады екенбіз. Келесі тағы бір есепті қарастырайық. Кестедегі ақпаратты пайдаланып, дейді, мына кестедегі ақпаратты пайдаланып, осы сызба нұсқадан тұратын гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеңіз, дейді. Және қай формулаға қоямыз? Электр қозғаушы күш тең болады
Так, катодтың потенциалынан азайтамыз анодтың потенциалын, иә, тең болады. Егер сіз қайсы катод, қайсы анод екенін білмейтін болсаңыз, қайсының мәні үлкен, сол катод. Бізде мысал мыстың мәні үлкен болып тұр, ол катод деген сөз, ал марганецтің мәні кішкентай болып тұр, иә, теріс мәніміз ол кішкентай, иә, ол анод болады сонда. Сонда мына 0,34-тен азайтамыз минус 1,18-ді тең болады. Мына екі минусымыз не болып кетеді? Плюс болып кетеді. Сонда 0,34-ке 1,18-ді қосатын болсақ, бізде 1,52 шығады екен. Сонда жауап бізде В жауабы дұрыс болады екен. Еш қиындығы жоқ, иә? Енді келесі біз жаңа айттық қой, сутек иондарының концентрациясы 1 моль литр болуы керек деп, иә? Егер бізде ол 1 моль литр емес, 0,01, 0,1 болып қалатын болса, біз мына нернст теңдеуін пайдаланады екенбіз. Нернст теңдеуі дегеніміз Е тең болады, мына жердегі Е нулевойымыз стандартты электродтық потенциал ваттпен өлшенеді, плюс мынау бізде тұрақты шама, N дегеніміз процеске қатысатын электрон саны. Мынау бізде логарифм, мынау металл, ал мынау бізде қандай? Металл N плюс деген металдардың концентрациясы екен, иә? Қазір біз осы формула арқылы есеп шығаратын боламыз. Міне, мысалы, мынандай есеп. Магний мен қорғасыннан тұратын гальваникалық элементтер концентрациясы, магнийдің концентрациясы 0,001 моль литр, ал қорғасынның концентрациясы 1 моль литр болатын сәйкес тұздарына батырылған гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеңіз. Біз мына тұздың концентрациясы 1 мольдан аспау, 1 моль болуы керек дедік, иә, чтобы мынаумен есептеу үшін. Біз мына қорғасынды мына мәнмен есептей аламыз, ал мына магнийді мына мәнмен есептей алмаймыз, себебі оның концентрациясы 0,001 моль литр. Сондықтан біз осы магнийдің потенциалын мына теңдеу, химиялық теңдеу арқылы біз тауып аламыз. Яғни Е тең болады Е нулевой дегеніміз бізде мынау, иә, міне мынау, яғни минус 2 магнийдікі, мына жерде бізде магний тең болады, магнийдікі қанша? Минус 2,37 плюс 0,059-ды бөлеміз N-ға. N дегеніміз қайсысы? Мынау, иә? Яғни қанша беріп жіберген электрондарының саны. Ой, N-іміз, сонда қаншаны жазамыз? 2-ні жазамыз, иә? Себебі мына 2-ні қоямыз, сонда мында 2-ні жазамыз. Көбейтілген логарифм қанша? 0,001 концентрация, иә? Енді мына жердегі 0,001 дегеніміз бізде қанша деген сөз? Минус 3 деген сөз, иә? Себебі түрден кейін 3 сан тұр, минус 3 деген сөз. Енді осыны минус 3-ті не істейміз мына жерде? 0,059-ға көбейтіп жібереміз, иә? Так, сонда тең болады минус 2,37, 0,059-ға минус 3-ті көбейтіп жіберетін болсақ, бізде минус, так, мына жерде плюс, мұнда минус 0,177 бөлінген 2 шығады екен. Тең болады, енді минус 0,177-ні 2-ге бөлетін болсақ, бізде плюс шығады екен, минус 0,0885. Қайдан шықты? Мына 0,177-ні 2-ге бөлгенде минус 0, қанша? 0,885 шығады екен, иә? Тең болады, енді плюс пен минус, мына жерде кім болады? Плюс минус болады, иә? Мына жер минус болады, да? Так, жазайын. Минус 2,37 минус 0,0885, иә? Тең болады 2 минус не істейді? 2 минус қосылып кетеді де,
минус бізде қанша шығады екен? 2-де 37 0,0885-ке қоссақ, бізде минус 2,45-де 85 шығады екен. Вот, міне, енді мынаны әкеп, біз қайда? Жаңағы формулаға қойсақ болады, иә? Е тең болады катод алынған анодтың потенциалы. Осы формулаға әкеп қоятын болсақ, тең болады, бізде қайсы катодта бөлініп тұр? Кім үлкен, сол катодта бөлініп тұр. Енді минус 2-де 45-те 85 үлкен ба? Әлде минус 0,26 үлкен ба? Әрине минус 0,26 үлкен, иә? Себебі теріс мәнде кім үлкен болады? Қайсысы кіші, сол үлкен болады, иә? Яғни бізде 2-ден қарағанда мына 0,126 бізде үлкенірек, себебі минус таңбамен болып тұрғандықтан, иә? Сондықтан минус 0,126-дан азайтамын минус 2-де 45-те 85-ті. Тең болады, так, мынаны бөліп қояйын. Тең болады, бізде қанша шығады? Мына жерде бізде плюс болып кетеді. Минус 0,126 плюс 2,45-де 85 болады екен. Тең болады. Үлкеннен кішіні азайтамын да, не істеймін? Үлкен таңбасын қоямын, иә? Оң таңба бізде мынадан мынаны азайтатын болсақ, бізде шығады екен 2,334. Бұл бізде жуықтап алған кезде 2,334 шығады екен. Бұл бізде А жауабына сәйкес келеді. Келесі есеп. Егер ұяшықтардағы магний 2 плюс ионының концентрациясы 0,001 және 0,1 моль литрді құраса, магний гальваникалық элементінің электр қозғаушы күшін есептеңіз дейді. Бұл бізде қандай гальваникалық элемент? Концентрациялық гальваникалық элемент, иә? Себебі барлығы бір ғана металдан тұр, иә? Магний мен магний тұзынан ғана тұрғандықтан бұл қандай? Концентрациялық, иә? Концентрациясы әртүрлі. Ал электродтары қандай екен? Бірдей болғандықтан бұл бізде концентрациялық гальваникалық элемент екен, иә? Біз енді бұл кезде қалай есептейміз? Мен сіздерге оңай жолын көрсетейін. Бізде жаңағы формулаға саламыз. Е тең болады 0,059 бөлінген 2 көбейтілген логарифм 0,1 минус 0,059-ды бөлемін 2-ге, көбейтемін логарифмнің қанша? 0,001-ге. Тең болады. Мынау дегеніміз қанша деген сөз? Мынау минус 1 деген сөз, ал мынау минус 3 деген сөз, иә? Так, тең болады. Минус 1-ді 0,059-ға көбейтсек бізде қанша шығады? Минус 0,059 шығады, иә? Оны 2-ге бөлетін болсақ, бізде минус 0,0295 шығады екен, иә? Түсініп тұрмыз ғой? Мына минус 1-ді мұнда көбейтеміз. Мына жерде таңба минус болып кетті. Бұны 2-ге бөлсек, бізде минус 0,0295 шығады екен. Минус, енді мына жерге қараймыз. 0,059-ды 3-ге көбейтетін болсақ, 0,059-ды 3-ге көбейтіп, оны 2-ге бөлетін болсақ, бізде минус 0,0885 шығады екен. Осы 0,0885-ді біз не істейміз? Мына жерде бізде қандай болып кетеді? Минус пен минус плюс болып кетеді, иә? Минус 0,0295 плюс 0,0885 тең болады. Так, плюс пен минус үлкеннен кішіні азайтамыз да, үлкеннің таңбасын қоямыз, иә? Үлкеннің таңбасы бізде оң болып тұр. Тең болады, сонда оң мән шығады, иә? Қарап тұрсаңыздар, электр қозғаушы күштің мәні всегда оң мәнге тең болады екен.
Енді мынадан мынаны азайтсақ, бізде шығады екен 0,059 ватт. Таңба қандай? Оң, себебі үлкеннің таңбасын қоямыз, иә? Сонда бізде А жауабы дұрыс болады екен. Енді бізде тағы бір тақырып аккумуляторларда жүретін процесстер. Енді бізде жалпы аккумулятор дегеніміз не? Аккумулятор деп өзіне электр энергиясын жинайтын құрылғыны айтады екенбіз. Ол қажет кезінде энергияны сыртқы тізбекке бере алатын химиялық ток көзі. Яғни не істейді? Аккумулятор бізде энергияны сыртқа тізбекке бере алады екенде, соның нәтижесінде бізде не істейді? Автомобиль оталады, иә? Енді аккумулятордың қышқылдық, сілтілік деген типтері практикада бізде кең қолданылады екен. Біз бүгін мектеп бағдарламасында қышқылдық, мына қорғасын аккумуляторын қарастырамыз. Енді бұл бізде қорғасын аккумуляторының құрамы қорғасын бір валентті оксиді толтырылған торлы қорғасын тақташаларынан 20-25% күкірт қышқылының ерітіндісінен және қорғасын диоксидінен тұрады екен. Енді қараймыз, мына жерде мынау қайсысы? Мына ненің сызба нұсқасы. Мына жердегі мына бөлшектің сызба нұсқасы, иә? Ол бізде неден тұрады екен? Мыс мында күкірт қышқылы ерітіндісіне батырылған екі электродтан тұрады екен, иә? Біріншісі плюмбум O2, қорғасын диоксиді, екіншісі қорғасын. Енді осы қорғасын бізде мына күкірт қышқылымен тікелей реакцияға түсіп кетпесі үшін біз мына қорғасынның сыртын қорғасын монооксидімен не істейді екенбіз? Қаптап қояды екенбіз. Сонда бізде плюмбум O плюс H2SO4 нәтижесінде бізде плюмбум SO4 плюс H2O түзіледі екен. Мынау бізде қандай тұз? Ерімейтін тұз. Біраз уақыт өте келе осы плюмбум сульфаты бізде кристалданып, не істейді екен? Сульфаттану реакциясы жүреді екен. Бұл процесс бізде сульфаттану процесі деп аталады. Яғни ол мына қорғасынның тікелей күкірт қышқылымен реакцияға түсіп кетпеуін қамтамасыз етеді екен. Бұл бізде ерімейтін тұз. Бұл процесс бізде сульфаттану деп аталады екен. Енді қорғасын аккумуляторының зарядсыздануы. Бізде қараймыз. Жаңағы плюмбум бізде анодтық процесс, ал плюмбум диоксиді бізде қандай? Катодтық процесс екен. Яғни бізде анодта кім түзіледі екен? Міне плюмбум нулевой, яғни жай күйінде, плюмбум не істейді екен? Өзінің мына екі электронын беріп жібереді екенде, екі электрон беріп жіберіп, плюмбум 2 плюс ионына айналады екен. Анодта, міне. Яғни плюмбум өзінің екі электрон беріп жібереді екенде, мына жерде H2SO4-пен ол бір-біріне тартылып, не істейді екен? Теріс зарядпен мына оң заряд тартылып, бізде плюмбум SO4, яғни плюмбум 2 плюс түзіледі екен. Енді катодтық процесте бізде керісінше плюмбум 2 плюс, мынау бізде плюмбум 4 плюс, мынау бізде плюмбум 4 плюс. Так, плюмбум 4 плюстен не істейді екен? 2 электрон қосып алған екенде, бұл плюмбум 2 плюске айналады екен, Міне плюмбум плюс 4 мына жерде 2 электрон қосып алған екенде, плюмбум не істейді? 2 плюске айналған екен, Бұл бізде катодтық процесс. Енді
мына жерде электр қозғаушы күшін есептейтін болсақ, бізде плюмбум үлкені бізде қайсысы? Мынау, иә, 1,685-тен азайтып минус 0,13-ті азайтсақ, бізде жуықтап алған кезде 2 ватт энергия шығады екен. Енді бұл қанша? Мынау 6 осындай қорғасын несінен, гальваникалық элементінен тұрады екен. Сонда 2-ні көбейтемін 6-ға, бізде 12 ватт. Примерно осындай 12 ватт энергия сыртқа бөлінгенде бізде автомобиль несеткен от алады екен. Бұл қорғасын аккумуляторының сөйтіп зарядсызданады екен. Зарядсыздануы деп аталады. Енді біз осы зарядсызданған қорғасын аккумулятор не істейміз? Зарядтаймыз, иә? Бұл кезде уже жәнеге кері процесс деп айтсақ болады. Анодта бізде қараймыз, мына анодта қандай процесстер жүріп тұр? Плюмбум 2+, плюмбум, міне, мынау плюмбум 2+, иә, бізде плюмбум 2+тен не істеп тұр? 2 электрон беріп жіберген екен, да, міне. 2 электрон беріп жіберіп, бізде қандай? Плюмбум 4+ке айналған екен, иә? Плюмбум 4+. Мынау бізде 4+, иә? Яғни 2 электрон беріп жіберіп, плюмбум 4+ке айналған екен анодта. Ал катодтық процесте плюмбум 2+тен, не, мына жерде плюмбум 2+тен 2 электрон қосып алып, плюмбумға айналған екен, иә? 2 электрон қосып алып, бізде плюмбум 0-ге айналған екен. Бұл бізде қорғасын аккумуляторының зарядталуы деп аталады. Міне осыны жаттап аламыз. Сіздерден тестта былай сұрау мүмкін. Мысалы, қорғасын аккумуляторын зарядтаған кезде катодтағы теңдеуді жазыңыз деп сұрау мүмкін. Сонда міне осы теңдеуді жазып көрсетейін.